Менде сұрағым жаңа әріптестерім сияқты жер мәселесіне қатысты. 2018 жылы мемлекет этноленд жобасын жүзеге асыру мақсатында Қазақфильмнен 5,5 гектар жер алған. Ол жер туризм және сыртқы байланыс басқармасының теңгеріміне өтті. 2 жыл болды. Бірақ елбасының рухани жаңғыру бағдарламасына енген жоба әлі жүзеге асқан жоқ. Өкінішке орай. Бұған не себеп? Ол жер бұрынғы өзіңіз айтқан Қазақфильмнің территориясында болған, осындай жобаменен ұсыныспен шығарылып Қазақфильмнен берілген. Қазір біз Қазақфильммен бірге жасап жатырмыз. Өйткені Қазақфильмнен бөліп қарауға менің ойымша ол кішкене қисынсыз сияқты. Өйткені Қазақфильмнің өзіндегі жасалып жатқан, ол жердің территориясында түсіріліп жатқан фильмдердің өздері арқылы, сол арқылы, территориясы арқылы алдағы уақытта туристерді алып келіп, туристерді өзіміздің азаматтарды алып келуге болады. Яғни екі жағы байланыста болу керек. Қазір сол мамандар осы бағытта жұмыс жасап жатыр. Екі Қазақфильмнен этнолендке берілген жер синергия болып халыққа қызмет көрсету керек. Екі жақта да пайдалану. Мысалы, Қазақфильм кино түсіріп отса, сол жерге кино Қазақфильмға да кіріп, оны қалай болып жатқаны. Ол да қызық. Мысалы, біз тек қана фильмдерді ғана түсіргенді көреміз, түсірілген фильмді. Қалай түсіріліп жатыр? Мысалы, сол актерларменен қалай жұмыс жүргізіледі? Оларменен пікірлесу, сырласу, бірге жүру. Сосын локациялар жасаған пайдалану. Мен ойымша, қазір мамандардың ұсынысы бойынша осы бағыттағы жұмыс тартымды болып та есептеймін. Қазір соның ұсыныстарын қарап отырмыз. Енді жерді уақытша өтеусіз пайдалану құқығына арналған тағы бір келісімшартына арналған тағы бір сұрағым бар. Заңгер Бақытжан Базарбековтің желідегі жазбасына қарағанда құжат мерзімі 2020 жылдың желтоқсан айында аяқталған, ал туризм басқармасы оның мерзімін созып бермеген. Яғни қазір жер тозған, жарамсыз, оның үстіне иесіз қалған. Енді бұл участокты желіде жазғандай жеке жобаларға беру жоспарда жоқ. Ол жерді олай деп айту үшін көру керек. Ол жер ешқандай да тозбаған, ол сол қоршаудың ішінде тұр. Қазақфильмнің ішінің бәрі пайдалану, ешқандай басқа біреу кіріп тозып, ит құс жүрге деген жағдай жоқ ол жерде. Ол қазір мемлекеттің қорына кірген, бірақ ол жерден басқа ешкімге берілмейді ол. Тек қана осы бағытта ғана жұмыс жүргізіледі.